Чынар үйіне ішіп келді. Невра, мына түрің не, қайықтағы бір қыз үшін деп ұрсып ваннаға әкеліп басына су құйды. Айшагүл мені сүймейді деді Чынар. Ол әлі Пойразды сүйеді деп жылады. Чынар, Айшагүл қайтып келеді, көресің, деді Невра. Бахри мен Деспина мейрамханаға келді сөйлесуге. Оған Невра звондап сөйлесуіміз керек деп еді. Мен мейрамханадамын, мазаламаңыз, кейін сөйлесеміз, деді Бахри. Пойраз Явуздан табылған түймеден саусақ ізі табылды ма деп сұрады. Жоқ, деді Мүнтаз. Оны Халелдің өлтіргені белгілі деп еді. Мүнтаз, Халелдің ондай нәрсе киетін елестете алмаймын, деді Пойраз. Тұра тұр, Ида бірдеңе жасырып жүр, деді Пойраз. Сені түсінбегендіктен емес, маған өтірік айтқаныңа ренжедім, деді Бахри Деспинаға. Не істе десең де істеймін, мені кешіру үшін, деп еді Деспина. Біреуді жіберем, сені алып кетеді, деп кетіп қалды Бахри. Ол мейрамханадан шығып келе жатқанда қарулы шабуыл жасалды. Еролдың адамдары Бахриді атты. Бахри олармен атысып болып, Деспина деп артқа бұрылып жатқанда артында оны біреу атайын деп тұрды. Деспина оның артынан келіп, ол адамды атып тастады. Бахри қасына келді. Ол сені өлтіретін еді, деді Деспина дірілдеп. Невра көлікте бәрін көріп отырды. Деспина, мен оны аттым, біреуді өлтірдім деп өзі дірілдеп қорқып тұрды. Уайымдама, өзім реттеймін, деді Бахри. Невра мәз болып отырды. Осы жердегі барлық бейнебақылауларды әкеліңдер, деді адамдарына. Мүнтазға бір қыз келіп, көлігім бұзылды, қарап бересіз бе, деді. Деспина мен Бахри үйіне келді. Айшагүл де оларға келді. Ұйықтай алмадым, деді. Деспина, саған не болды деп еді Айшагүл. Мен біреуді өлтірдім, деді Деспина жылап. Пойраз Иданың үйіне келді. Ол ұйықтап жатырды. Қағаздарын қарап, Керім екеуінің суреттерін көрді. Ида оянып кетті. Пойраз Идаға жақсы көретін адамың Керім бе, сол үшін оны іздеп жүрсің бе, деп сұрады. Я, деді Ида. Қыз Мүнтазды алдап қонақ үйге әкелді. Кетейін деп еді, отыра тұр, бірдеңе ішеміз, деді. Невра Айшагүлді сөйлесуге шақырды. Ол Деспинаның әлгі адамды атқан видеосын көрсетті. Бұл бейне жазба сізде қайдан жүр, деп еді Айшагүл. Көмектескім келеді. Полицияның қолына түскенін қаламайтын шығарсың, деді Невра. Бұл өзін өзі қорғау, деп еді Айшагүл. Бұл жерде олай көрінбейді, деді Невра. Үйге қайтасың, деді Невра Айшагүлге. Бахри адамдарын жинап, Еролды өлтіріңдер деп жіберді. Олар жарайды деп кетіп қалды. Фатих Сүңгілмен таңғы ас ішіп отырды. Фатих жылуды төлей алмап едік, өшіріп кетіпті, деді Сүңгілге. Қарызға ақша берейін, деді Сүңгіл. Пойраз Айшагүл кетіп қалды, мен де кетемін, саған көмектесемін, деді Идаға. Неврамен сөйлеспемін деп Пойраз бара жатыр еді. Айшагүл Неврамен қайтып келді. Фатих Сүңгілден алған ақшамен Мелисті мейрамханаға шақырды. Чынар шығып Айшагүлді көріп таңғалды. Пойраз ашуланып келді. Айшагүл қайтып келді. Не болып жатыр, деді Идаға. Түні бойы ойландым. Бәрін басынан бастайық, деді Айшагүл. Зұлпқарлар Еролға келді. Ерол ақша бағалы заттарын жинап алып қашып кетті. Олар оның артынан келе жатыр еді. Ол тығылып қалды. Олар оны көрмей өтіп кетті. Ерол тығылып тұрғанда адам өлтіруші әйел келіп оны атып кетті. Олар оны тапқанда өліп жатырды. Халел Невраға звондап, шетелге кету үшін бәрін дайындадыңыз ба, деп еді. Қайда екеніңді айт, деді Невра. Құжаттарды бір жерге апарыңыз, мен алып кетемін, деді Халел. Жоқ, өз адамдарым апарып береді, деді Невра. Айшагүл Иданың үйіне келді. Не болды, деп еді Пойраз. Невра мені бопсалады, деді Айшагүл. Деспина біреуді атуына тура келіпті. Бейне жазба Неврада, деді Айшагүл. Фатих пен Мелис ас ішіп отырғанда мына қағаздарды сөмкеңе сала тұршы, деп Фатих берді Мелиске. Тамақтан соң киноға барайық, деп еді Мелис. Менің ертең емтиханым бар, кітапханаға барам, дайындалуым керек, деді Фатих. Не істейміз, деп еді Айшагүл. Бейне көріністі одан тартып аламыз, деді Пойраз. Айшагүл қалай, деп еді. Алаң болма, өзіміз тындырамыз, деді Ида. Айшагүл жарайды, аналар байқамай тұрғанда мен кетейін, деп кетіп қалды. Сен маған Керім мәселесіне көмектесесің, мен саған Айшагүл мәселесіне көмектесемін, деді Ида. Сен де саудаласып қоймадың ғой, деп ашуланды Пойраз. Халелге Невраның адамдары келді. Халел бөлменің номерін айтқанда қарама-қарсы бөлменің номерін айтқан. Галазоктан қарап еді, олар қарулы болды. Аймыстан Неврай, саған сөз жоқ, деп Халел
өзін өлтіруге келгендерін білді. Екеуін атып тастады. Эда Невраға келіп бірдеңе көрсетемін деп алып кетті. Пойраз ішке кіріп оның телефонын іздеп жатырды. Мелис сөмкесін алып жатып, Фатихтың қағаздарын ұмытып кеткенін көріп, кері қайтсақ бола ма деді таксистке, қағазды апарып беруге. Халил Мүнтазға звондап, менде сендерге керек нәрсе бар, ал сендерде маған керек нәрсе бар. 1 сағаттан соң кездесеміз деді. Пойраз телефонды тауып, кодын аша алмай жатырғанда, оның телефонына звондап қалды. Невра келіп телефонын алды. Халилді өлтіруге келген адамның біреуі звондап, Халил барлау ұйымының адамымен кездеспекші деді. Пойраз тығылып отырды. Эда не болды деп еді, кодын аша алмадым, звондап қалды деді Пойраз. Халилді алып кетуіміз керек, бізді күтіп отыр, Эдамен бар деп звондады Мүнтаз Пойразға. Шұғыл шаруам бар, сені бұл жерден құтқарамын деді Айшагүлге Пойраз. Сүңгіл Фатихке келіп, Фатих оны тасаға әкеліп сүйіп тұрғанда Мелис көріп қалды. Мелис ашуланып кетіп қалды. Невраға Мүнтазды алдап қонақ үйге әкелген қыз келді. Ол Мүнтаз екеуінің төсектегі суреттерін әкелді. Тағы біреу уысымда деп қуанып отырды Невра. Пойраз Эдаға сен осы жерде бол, Мүнтаздарды күт деп өзі ішке кіріп кетті. Невраның адамдары да келді. Халил Пойразды көріп, сен істеп жүрсің деп таң қалды. Мен Мүнтаз жібердім, сені әкетуге келдім деді Пойраз. Барлау ұйымы иегіміздің астында жүр екен ғой деді Халил. Екеуі шығып келе жатқанда Невраның адамдары келіп атыс басталды. Эда біреумен сыртта алысып жатырды. Бülent Чынарға звондап, Пойраздың қарындасы Мелтемді таптым, соның соңына түсіп жүрмін деді. Ол бізді Пойразға апарады деді Чынар. Айшагүл Чынардың әңгімесін естіп қалды. Пойраздар шығып келе жатқанда Эданың телефонына звондады. Оған біреу Керімді көргің келсе Халилді бізге әкел деді. Эда маған Халил керек деді Пойразға. Пойраздың қолын атып Халилді алып кетіп қалды. Айшагүл Пойразға звондап, Шынар тірі екеніңді біліп қойыпты деді. Хикмет екенімді білді ме деп еді. Жоқ, бірақ ізіңе түсіпті деді Айшагүл. Мүнтаздар келді. Не болды, Халил қайда деп еді. Эда оны алып кетті. Соңына түсіңдер деді. Сенің Эдаң Керімнің сүйіктісі. Оған Халилді әкел, Керімді берем деген сияқты деді Пойраз. Эда Халилді әкеле жатырмын деп звондады. Оны ескі заводқа тастап кетесің деді. Керімді берің бірінші деп еді, олар келіспеді. Мектемге Пойраз звондап, біреуді тауып беруің керек, кездесейік деп жатыр еді. Оны Bülent естіп отырды. Bülent Мелтемнің артынан аңдып шықты. Чынарға Мелтем аға деп біреумен сөйлесті. Артынан аңдып жүрмін деді. Айшагүл Чынардың әңгімесін тыңдап жүрді. Эда жолда көлік тоқтатып тұрды. Бір көлік тоқтап еді. Ол дөңгелегім жарылды, көмектесіп жіберіңізші деді. Ол шығып көмектесейін деп жатқанда оны ұйықтатып телефонымен көлігін айдап кетті. Пойраз дәрігерге келді, қолын қаратып жатырды. Мелтем мен Зұлпқар да келді. Бір адамды табу керек деп еді Пойраз. Ол дәрігердің компьютерінен қарасам болады ма деп қарап жатырды. Bülent оларды терезеден суретке түсіріп тұрды. Айшагүл Чынарға су әкеліп беріп қасында отырды. Чынарға Bülent суреттерді жіберді. Бұл Пойраз емес, Зұлпқар, Мелтемнің жігіті болу керек деді Чынар. Іште тағы да біреулер бар. Оларды да суретке түсіріп жіберуге тырысамын деді Bülent. Невраның телефонына звондады. Ол сыртқа шығып кетті. Халилді алдыңдар ма деп еді. Жігіттердің бәрі мерт болды. Барлау қызметіндегілермен қақтығыс болған сияқты деді. Халил қайда деп еді. Білмеймін, ол жоқ, қашып кеткен шығар деді. Ертең кездесеміз деп телефонды тастады Невра. Мүнтаз Пойразға звондады. Басқа көлікпен қашып кеткен деді. Bülent Пойразды суретке түсіріп алды. Әкеммен сөйлесем деп едім. Телефоным сөніп қалып, сенікімен сөйлессем бола ма деп оның телефонын алды Айшагүл. Жоғарға барып Пойраздың суреттерін өшіріп тастады. Сосын Айшагүл Пойразға звондап, сені аңдып суреттеріңді Чынарға жіберіп жатыр деді. Пойраз мені аңдып жүр, біздер суретке түсірген деп Зұлпқар мен Мелтемге айтты. Олар не істейміз деп тұр еді. Зұлпқар шығып Bülentке кетті. Bülentке келіп, сен менің сүйіктімді аңдып суретке түсіріп тұрсың ба деді де Bülent'тің телефонын сындырып тастады. Мүнтазға звондап, көлік қай жерде екенін айтты. Халил есін жиып, Эдаға тоқта деп екеуі алысып жатқанда көлік ағашқа соғылды. Халил қашып бара жатырды. Эда көліктен түсіп Халилді іздеп кетті. Бахри Садриддиндерді шақырып алып, бейне жазбаларды табыңдар деді. Эда Халилді тауып артынан қуып кетті.
Ида Халелді ұстап алып тұр кеттік деп жатыр еді. Мүнтаз келіп оны жібермеді. Мүнтаз Пойразға звондап екеуін таптық, бәрі жақсы деді. Невра сейфті ашып ішінен Мүнтаздың суреттерін алып жатырды. Пойраз көріп тұрды. Бастық Идаға ұрысты. Саған сеніп жүрсек, бір адам үшін бәрін күл-талқан шығардың деді. Мүнтаз Пойразға звондап кел деп шақырды. Пойраз Айшагүлге ана әйелдің сейфі бар, бейне жазба соның ішінде болуы мүмкін деді. Айшагүлге әкесі звондады. Невраның бопсалағанын айтпа деді Пойраз. Шынарды аяп жазылғанша қасында болайын дедім деді Айшагүл әкесіне. Мелис Сүнгілді кездесуге шақырды. Иә, кездесейік деді Сүнгіл. Біреу бітті, екіншісі қалды деп Мелис Фатихке звондады. Кездесуге шақырды. Бülent пен Шынар кездесті. Суреттерді жібердім деді. Көрмедім деді Чынар. Чынар, сен көрсет телефоныңнан деп еді. Зұлпқар мені айыптап телефонымды сындырып тастады. Ол жерде тағы бір адам болды. Сол Пойраз болуы мүмкін деді Bülent. Сүнгіл Мелиспен кездесуге келді. Саған қатысты бір нәрсе бар, көрсетемін деді. Телефоның қосулы болсын деді. Хабарласамын деді Мелис. Өз көзіңмен көруің керексің. Көзіңмен көрмесең сен сенбейсің деді. Мен де көзіммен көрсемді сенбедім деді. Сосын қазір деп шығып кетті. Далада Фатихпен отырды. Сүнгіл дым түсінбей іште қалып қойды. Мелис Сүнгілге звондап телефонын қосып қойды. Сүнгіл оларға қарап отырды. Шынарға мен мән бермеймін. Сол үшін ол сенің соңыңа түсіп жүр деді Айшагүл Пойразға. Екеуі Невраның сейфін ашамыз деп отырды. Сүнгіл Фатих пен Мелисті көріп естіп тұрды. Әдемісің деп Фатих ұстап отырды. Мына қызға кәдімгідей қырындап отыр ғой деді Сүнгіл. Мелис кітапханадағы әйел де мен сияқты әдемі ме? Құшып сүйгеніңе қарағанда деді. Оның түрі бұзылып кетті. Сен ойлағандай ештеме жоқ, жігіттермен бәстестік. Ол кезде сені танымайтын едім, деді Фатих. Сен маған ұнайсың, ол жай ойын болатын. 40-тағы әйелде менің нем бар, деді Фатих. Сүнгіл бәрін естіп шыдамай шығып Фатихты ұрғылады. Ол айқайлады. Сен мені алдадың, деді Сүнгіл. Бәрін түсіндіремін, айғайламашы, деді Фатих. Мына сүйкімсіз қызға бола мені алдадың ба деді Сүнгіл. Өзіңе қарап ал, арсыз әйел, тұрмыста бола тұра балаңмен жасты баламен жүрсің, деді Мелис. Тұрмыстасың ба деп таң қалды Фатих. Иә, баласы да бар деді. Жоғалшы деп Сүнгіл Мелисті қуып жіберді. Менің күйеуім есалаң, дөрекі, қояншық, соған қарамастан ол сенен әлде қайда жақсы екен деп кетіп қалды Сүнгіл. Мелиске келіп, бұны Садриддин білмесінші деді Сүнгіл. Уайымдама, мені сенің түкке тұрғысыз өмірін қызықтырмайды деді Мелис. Невра есігін құлттап асығыс шығып кетті. Сенан әкесіне звондап Невраның бөлмесінде қамалып қалдым деді. Зұлпқарлар Бахриге келіп, бейне жазба жоқ, бәрін өшіріп тастапты деді. Невра бір адаммен кездесті. Конвертті берді. Ішінде Мүнтаздың суреттері болды. Пойраз бен Айшагүл ішке кіре алмай сыртта Сенанмен сөйлесіп тұрды. Сенан сейфті ашты. Халел Мүнтаздардан 10 миллион сұрады. Сені босатамыз, қауіпсіздігіңді қамтамасыз етеміз. Саған қандай қарымта керек ит, деді бастық. Құр сөз керек емес, деді. Мүнтазға өзінің суреттерін жіберді. Сосын звондады. Ол шығып кетіп телефонмен сөйлесті. Біз жіберген суреттерді алдың ба, деді. Сендер кімсіңдер деп еді. Ол суреттердегі орыс тыңшы әйелі. Сен отаныңды сатқан адам боласың, деді. Не керек деп еді. Сен су ішіп демалып ал, сосын звондаймын, деді. Невра есікті ашты. Сенанды Пойраз шығарып үлгерді. Екеуі далада алысып ойнап жүрді. Невра терезеден оларға қарап күліп тұрды. Адам өлтіруші әйел тағы біреуді атып тастады. Араларыңды жақындату үшін бала сүюің керек, деді Невра Айшагүлге. Сен мені күштеп әкелдің, бірақ күштеп бала сүйдіре алмайсың. Екеуміз ешқашан ерлі-зайыпты болмаймыз, болғанда емеспіз, деді Айшагүл. Фатих достарына бәрін білді, қыздар, деді. Сүнгілге сеніп жұмыстан да шықтым, енді көк тиынсыз қалдық деп отырды. Караокеде танысқан жігітке звондайық, деді бір досы. Фатих Садриддинге звондап, маған жұмыс керек, деді. Фатихке кешке кел сөйлесеміз, деді Садриддин. Невра Чынарға балалы болғың келмей ме, деді. Чынар ойланып қалды.
Пойраз Эдамен сөйлесуге келді. Неге айтпайсың? Айтсаң бірге көмектесетін едік қой деді. Пойраз маған көмектесші деп жалынды Эда. Эдаға тағы звондады. Қайдасың? 1 сағат беремін. Халелді әкелесің деді. Керім қайда деп еді. Сәлден соң көресің деп телефонды тастап жіберді. Видео жіберді. Жігіт мені өлтіреді деп жатырды. Видеоны қарап тексеріңдер деді Пойраз. Видеодан ештеңе таппадық деді. Адамдар ше деп еді. Оларды да таппадық, қылмыскер болмаған соң деді. Пойраз видеоны қайтадан қарап, жақындатып қосып қарап жатырды.